Сәлем достар, біздің ойымызша ақ нанға қарағанда қара нан пайдалырақ. Шын мәнісінде солай ма? Жалпы бүгін нанның пайдасы мен зияны туралы көкейімізде жүрген сұрақтардың жауабын ұсынатын боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Біздің ойымызша нан тезірек тойуға және ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі, сондықтан одан бас тартпау керек. Ал шындығында, егер артық салмағыңыз болса және оның ұлғайғанын қаламасаңыз, нанға шектеу қойған жөн. Нан айтарлықтай құнарлы тағам. Бастысы, оны жұмсақ сұрыпты ұннан жасайды. Өз кезегінде, ол жылдам глюкозаға айналады. Нанның гликемиялық индексі жоғары, сондықтан қандағы қант мөлшерінің артуына, артық салмақ қосуға және бауырда май жиналуына ықпал етеді. Демек, нан жеуге болмай ма? Иә, семіздіктен зардап шегетіндерге бас тартқан жөн. Ал өзгелеріне нанның негізгі тағамды толықтырушы деп қабылдағанымен, негізгі асқа қарағанда нанның құрамында калория мен жеңіл көмірсулар көбірек екенін естен шығармаған абзал. Әр нәрсенің белгілі бір мөлшері бар. Бір тілім нанның салдарынан калорияның тәуліктің нормадан аздап асуы айлар мен жылдардан кейін артық салмаққа алып келіп, екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу қатерін арттырады. Біздің ойымызша, ақ нанға қарағанда қара нан пайдалырақ. Ал шындығында, екі нанның құрамы, көмірсулардың мөлшері мен құнарлығы бойынша бір-бірінен айырмашылығы аз. Қант диабетіне шалдыққанда ақ нанды қара түріне алмастыруға болады деген сөздер аңыз болып табылады. Олардың арасындағы жалғыз айырмашылық қара нандағы көмірсулардың көзі қара бидай ұны. Ол қышқылырақ, сондықтан асқазан сөлінің өңешке түсуінен зардап шегетіндерде аурудың асқынуын тудырады. Біздің ойымызша, ашытқы қосылған нан газ түзілуін тудырады, сондықтан оны жемеген дұрыс. Шындығында, кез келген нан газ түзілуін тудыра алады. Ішектегі бактериялар нанның құрамындағы жеңіл көмірсулардан газ және сүт қышқылын жасайды. Алайда, мұндай құбылыс барлық адамда бола бермейді. Тек аш ішекте бактериялардың көбею синдромы кезінде ғана кездеседі. Өз кезегінде ол қант диабеті, семіздік және құрамында көмірсулар көп тағамдарды шектен тыс мөлшерде жеумен қатар жүреді. Бұл процеске ашытқының қатысы жоқ. Біздің ойымызша, нанды еппен жемеген дұрыс. Бұл ас қорытуды қиындатады. Ал шындығында қиындатпайды. Тағамдарды араластырмай жеу ғылыми тәжірибе емес. Астың қорытылу ұйқы безінің ферменттері арқылы жүзеге асады. Ал нанды қорытатын амилаза және етті қорытатын трипсин и липаза ферменттері қатар бөлінеді және бір-бірінің жұмысына кедергі келтірмейді. Біздің ойымызша, жаңа піскен наннан бас тартқан жөн, себебі ол да ауыр қорытылады және ішекте жайсыздық тудыруы мүмкін. Шындығында, жаңа піскен нан ұзағырақ қорытылады. Жаңа піскен нанды көп жеген адамда ішек бітелуі болған жағдайлар белгілі. Сонымен қатар, жаңа піскен нан рефлюкс тудыруы мүмкін, яғни асқазан сөлінің өңешке түсуі. Алайда, оны белгілі бір мөлшерде ғана жесе, зияны жоқ. Әрине, нанның зияны көп сияқты болып көрінуі мүмкін. Алайда, оның дұрыс пайдалануды қажет ететін аспаздық құрал сияқты екенін түсіну керек. Кез келген тағамды көп жеудің өз қатері бар, сондықтан мөлшерін біліп жеу керек. Ас атасы саналатын нан кез келген үйдің дастарханына міндетті түрде қойылады. Егер оны көп жеудің зияны қандай екенін білсеңіз, қиындықтар болмайтыны анық. Құрметті көрермен, ал сіз нанды қаншалықты көп мөлшерде пайдаланасыз? Астына комментарий бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.